Санитарлық тазалау, тротуарлар мен тұрғын үйлердің қасбеттерін тиісті қалыпқа келтіру, саябақтарды көріктендіру және көгалдандыру, шаһарда қаланы абаттандыру шаралары жалғасуда. Бұл мақсатта биыл мердігерлер ұйымдармен 4 миллиардтан аса қаржыға келісім жасалған. Қолға алынған жұмыстар қаншалықты деңгейде орындалған. Алдағы жоспар қандай? Сала мамандары баяндады. Шаһарды абаттандыру шаралары өңірде көктем мезгілінде басталған еді. Коммуналдық қызметтер, мердігерлік ұйымдар, қоршаулар мен жол белгілерін ретке келтіріп, ағаш отырғызу жұмыстарын қарқынды жүргізді. Әсіресе қаладағы демалыс орындарын көркейтуге баса назар аударылған. Бұл мақсатқа 388 миллион теңге бөлініпті. Мәселен, абаттандыру жұмыстарының аясында орталық саябақта 9200 шаршы метр жердің тас төсемі ауыстырылған. Қоқыс жәшіктері ретке келтіріліп, көкал шөптері отырғызылған. Орталық саябақтан бөлек қалада жеңіс, триатлон және тәуелсіздікке 25 жыл саябақтары қалыпқа келтірілді. ГШК бойындағы демалыс орнында автоматты суару жүйесі орнатылған болатын. Келесі жылы тағы 2 саябаққа орнатамыз деп жоспарлап отырмыз. Бұдан бөлек көшелерді көгалдандыру жұмыстарына 595 миллион теңге қарастырылып, тәуелсіздік, Барадин, Дөненбаева және тағы бірнеше көшелерде 1741 дана қарағай, 255 терек ағаштар отырғызылды. Бүгінгі күні Қостанай қаласында барлығы 523 аула аумағы бар. Қазір ретке келтірілгендердің саны 420-ны құрайды. Шаһар басшысы Марат Жүндібаев жауапты тұлғаларға бұл жұмыстарды 2025 жылға дейін аяқтау міндетін қойды. Бұдан бөлек көшелерді жарықтандыруда назарға алынуы тиіс. 22% или 100 дворов. Ретке келтірілмеген аула аумақтарының көрсеткіші 22% құрайды. Алдағы 2 жылда ол 100%-ға орындалуы тиіс. Бюджеттен қаражат бөлінеді. Егерде жұмыс жоспарға сай атқарылса, мүмкін келесі жылы да аяқтап қалармыз. Ал көшелерді жарықтандыру әлі де өзекті мәселе. Жаз мезгілінде тұрғындар аулаларда шамның болмауына, көшенің қараңғылығына шағымданды. Қысты күні мұндай мәселе болмауы тиіс. Жауапты тұлғалар мониторинг жұмыстарын жалғастырсын. Ағымдағы жылы сондай-ақ орталық көшелерде гүлдер көптеп отырғызылған. Гүлзарлардың жалпы ауданы 31 мың шаршы метрді құрайды. Өңірде тротуарларды қалыпқа келтіру шаралары да қарқынды жүргізілген. Қазір бұл жұмыстар жалғасын табуда. Бұл мақсатқа 304 миллион теңге бағытталыпты. На сегодняшний день выполнены работы по замене тротуарной плитки. Бүгінгі күні ретке келтірілген тротуарлардың жалпы ауданы 15 мың шаршы метр. Толстой, Киев, Шипин көшелерінде ауыстырылған болатын. Ал қазір бұл жұмыстар Школьная, Байтұрсынов көшелерінің аумағында жалғасуда. Ағымдағы жылы әсіресе тұрғын үйлерінің қазбеттеріне ерекше көңіл бөлінген. 2022 жылдың қорытындысы бойынша Абай даңғылындағы 18 үй жарықтандырылады. Жазын биылғы маусымында қала көркейе түскен. Шаһарда жаңа су бұрқақтары пайда болды. Сондай-ақ бірнешесі ретке келтірілді. Алдағы жылы бұл жұмыстарды жандандыру жоспарланған. Жанар Ержанова, Олжас Есенжігітов, Қостанай телеарнасы.